өзіңе деген жаңа көзқарас. Біз армансыз адам жоқ әлемде өмір сүреміз. Түбінде барлығы бірдеңеге қол жеткізгісі келеді, бір жақсы іс істегісі келеді. Айналаңызға қараңыз, бұл жағдайда барлығы ұқсас, алайда бізді әртүрлі ететін ерекше зат бар. Бұл өз арманымызға сене алу қабілеті мен өзімізді сырт көзбен қарай алу мүмкіндігі. Ұқсас мақсаттары бар екі адам бар деп ойлаңыз. Олардың біреуі қалағанына қол жеткізеді, ал екіншісі жеткізе алмайды. Неге? Ол бұған лайық емес пе? Ол армандамады ма? Бізді бір-бірімізден ерекше ететін не? Бұл біздің ішкі күйіміз, өзімізді жаңа деңгейде елестету. Егер сіз өзіңізге сырттан қарай алсаңыз, егер сіз өз өміріңізді өзгерте алсаңыз, армандарыңызды жүзеге асыра алсаңыз, сіздің жағдайыңыз ерекше болады. Іскер әйелге қараңызшы, ол қалай сөйлейді? Телефонмен қалай сөйлеседі, қалай жүреді? Оның сыртқы тұрпаты ішкі күйін көрсетеді. Оптимистер қалай ойлайды? Егер олар пойызға кешіксе, келесі пойызға ерте келдік деп ойлайды. Іскер адамдардың ерекше қасиеті болады. Бұл өзіңді қажет деңгейде көре білу, өзіңді дәулетті сезіну, жеңімпаз ретінде сезіну. Нақыл, сенің өзіндік ойың. Бір көгалға жас жігіт келіп, су ішіп алған соң, бұлақ жанында демалып жатқан ақсақалдан сұрайды: мұнда қандай адамдар тұрады? Ақсақал өз кезегінде жас жігіттен: ал сен келген жақта қандай адамдар өмір сүреді? Деп сұрайды. Жаман ойлары көп, өзімшіл адамдар, деп жауап қатады жігіт. Осы жерден де ондай адамдар табылады, деп жауап береді қарт. Сол күні басқа жігіт бұлаққа келіп, шөлін қандырып, қартпен амандасып сұрайды: мына жерде қандай адамдар тұрады? Қарт жауап берудің орнына сол сұрақты өзіне қояды: ал сен келген жақта қандай адамдар өмір сүреді? Керемет адамдар, адал, қонақжай, мейірман. Маған олармен қоштасу ауыр болды. Ондай адамдарды сен осы жерден де кездестіресің, деді қарт. Екі әңгімені де естіген бір адам: сен бірдей екі сұраққа қалайша әртүрлі жауап бердің? Оған қарт бұлай деп жауап береді: біздің әрқайсымыз жүрегімізде не болса, сырттан да соны көреміз. Өз үйінде таба алмаған жақсылықты ешкім сырттан, осы жерден немесе басқа жерден таба алмайды. Егер айналаңыздағы әлдене ұнамаса, бізге бәрінен де сол құбылыс емес, біздің ол туралы ойымыз қапаландырады. Сіздің блокнотыңызға жазылуы тиіс сөздер. Өзіңізді басыңыздан бастап өзгертіңіз. Қуатқа негізделіп, қайырымды болуға тырысыңыз. Кейін көп затқа қол жеткізгенде ол тек жақсылық арқылы көрінуі тиіс. Әрқашан ақталуға сылтау табылады. Алайда сізге әрдайым ақталып жүретін жағдайда болған ұнайды ма? Ешқандай ақталу нәтижеге жеткізбейді. Барлығын өзгертіп, мақсатыңа жетіп, армандарыңды жүзеге асырған жақсы емес пе? Кейде шешім біз ойламаған жерден шығады. Іскер адамдардың ерекше қасиеті болады. Бұл өзіңді қажет деңгейде көре білу, өзіңді дәулетті, жеңімпаз ретінде сезіну. Осыны міндетті түрде үйрену қажет.